Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Феруза. Сіздерге кетчуп майонезсіз пиццаны рецептімен бөліскім келеді. Дәмді болған соншалықты балапандарым таласып тұрып жеп қойды. Сол себепті дайындап көріңіздер. Барлық қажетті заттарды осы видеоның астына төменге жазып қоям. Өте қолжетімді оңай заттармен жасалады. Сіздерді жасап көріңіздер. Ал енді бастайық. Бізге ұн, су, оливки масло, ашытқы, тұз, шекер, манка қажет болады. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Үстінен ашытқымызды, тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен су қосып, июі қанғанша жақсылап илеп аламыз. Міне тестамыз дайын болды. Енді бетіне кішкене оливки маслоны құйып, майлап аламыз. Сол кезде қолымызға жабыспайтын болады. Енді бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша өңделген қызанақ пюресін дайындап аламыз. Сіздерге ең оңай жолын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен қызанақтарымыздың бетін осылай кесіп аламыз. Үстінен ыстық су құйып, 5 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне қызанақтарымыз дайын болды. Ыстық суға салған кезде олардың қабықтары ашылып, ашуға оңай болады. Енді қабығын жайлап ашып алып, керек емес жерлерін алып, бірнеше бөліктерге бөліп қоямыз. Дайын болған қызанақтарымызды блендерге салып, біркелкі масса болғанша жақсылап айландырып аламыз. Баяу отта 20-25 минут қайнатып аламыз. Сол кезде біздің пюреміз қоюланады. Өздеріңізде жаз мезгілінде осылай дайындап, қысқа сақтауларыңызға болады. Арасында осылай араластырып тұрыңыздар. Бетіне көбік шықты, енді бұны алып тастаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қосып пайдалана берулеріңізге болады. Міне біздің қою массамыз, өңделген қызанақ пюресі дайын болды. Дайын болған қызанақ пюресіне тұз, шекер, чеснок, оливки масло қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне енді бұны пиццамызға қолдана берсек болады. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бетіне манка жармасын сеуіп, қолымызбен жаямыз. Өздеріңізге ыңғайлы болса, оқтаумен де жайсаңыздар болады. Қамырымыз өте нәзік, жұмсақ болғандықтан қолмен өте оңай жайылады. Міне осылай жұқа етіп жайып аламыз. Алдын ала пергамент қағазын формамызға төсеп дайындап қойып, сол жерге орналастырып аламыз. Міне осылай алдын ала дайындалған соусымызды бетіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Начинкасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Мен осылай саңырауқұлақпен жасадым. Осы уақыт аралығында пешімізді максимум градуста қыздырып аламыз. Сырымызды осылай бетіне біркелкі етіп сеуіп шығамыз. 7-8 минуттан артық ұстамаңыздар. Бетіндегі сыр күйіп кетуі мүмкін. Қамырымыз піспей қалады деп қорықпаңыздар. Өте жұқа етіп жайылған. Пешімізге саламыз. Пиццамыз дайын болды. Өте әдемі болып пісті. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Міндетті түрде ұнайды. Каналымға тіркеліп, подписация батырмасын басып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.